Ассалаумағалейкум. 9 қараша 2025 жыл Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Бауыржан Жүсіпов. Түркістан облысы Созақ ауданы Жуантөбе ауылында бүгінгі төтенше жағдай төтенше жағдай министрі Шыңғыс Сайрамұлы келіп кетті. Мынау енді Созақ ауданы Жуантөбе ауылындағы төтенше біздің пожарный неміз ашылып жатыр. Соған байланысты біздің кішігірім сұхбат. Есіміңізді таныстырып жіберсеңіз. Думан Нығметұлы, Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығының бірінші орынбасары боламын. Дәкен Думан мырза, мынау енді Жуантөбеде ашылып жатыр. Бұл қанша шақырымдық, қанша елді мекенге қызмет етіледі? Бұл қазір бүгінгі күнге мына Жуантөбеде ашылып жатқан өрт сөндіру бекеті осы Жуантөбе ауылын және де бұдан бөлек тағы 2 ауылды қамтитын болады. Жуантөбенің өз басында 2000-нан астам халық тұрады. Жаңағы бар 3 ауылды қосқанда бір 5000-нан астам халықты қамтитын өрт сөндіру бекеті болады. Алыстамасы. Дұрыс, енді 3 елді мекенді қамтамасыз етіледі. Қанша жұмыспен қамтық қанша адам болады? Қазіргі таңда негізі қазір әкімшілікпен қаралғаны 10 адам осы жерде қызмет қылатын болады. Келешекте бұл жерде енді сол жылдағы әкімшілік тарапынан жұмысшылар қаралатын болады. Ол біздің мемлекеттік өрт сөндіру бөлімінде тәжірибелік оқып, Шолаққорған орталығында содан кейін осы жерде жұмыс атқаратын болады. Қанша мысалға қанша ауысым болатын оның бәрі алда белгісіз. 10 жұмыспен қамтиды, жұмысшыны. Қазіргі таңға 10 жұмысшы қазір бар. Алдыңғы уақытта енді ол әкімшілік тарапымен қаралып, біздің мекемемен және әкім тарапымен қаралатын болады. Негізі бізде өзіміздің мемлекеттік мекемеде 4 ауысымнан тұрады. Бұл жерде жұмыс тәртібі әкімшілікпен тағайындала отырып қаралатын болады. Мүмкін тоже 4 ауысымды қылып істеліне ма, енді адам санына қарай қабылданған жұмыс тәртібі шешілетін болады. Жұмысқа осы ауылды елді мекендерінен қабылданады ғой, осы ауыл тұрғылықты. Міндетті түрде ауылдың тұрғындары қабылданатын болады. Жасы неше жастан неше жасқа дейін шектеу бар ма? Бұл жерде бұл өрт сөндіру бекеті мемлекеттік өрт сөндіру бекеті болмағандықтан бұл жерде жас шектеу болмайды, бірақ дегенмен міндетті түрде жұмыс істей білетін деңгейде болу керек. Өрт сөндіру өздеріңіз білесіздер, ол өрт сөндіру және авариялық қандай да бір жұмыстар болмасын, ол оңай шаруа емес. Сол себепті неғұрлым қолынан жұмыс келетін, қолында күш қайраты бар азаматтар болған дұрыс болады. Түсінікті. Думан мырза, осымен дәмендік. Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Бауыржан Жүсіпов. Сау саламат болыңыздар.